Сәлем достар, бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз центрлік симметрия. Яғни симметрияның тағы бір кездесетін түрі центрлік симметрия болып табылады. Центр деген сөздің өзі нүкте деген сияқты. Яғни берілген центрлік симметрия дегеніміз нүктеге қатысты симметрия. Ал нүктенің өзі центрлік симметрия болып табылады. Олай болса, берілген А нүктесі арқылы оған симметрия центрі О нүктесі болатындай А1 нүктесін белгілеуіміз қажет. Ол үшін А нүктесінен О нүктесіне дейінгі ара қашықтықты қосамыз, және О нүктесінің екінші бөлігінде осы АО кесіндісінің сосындысында болатындай А1 нүктесін белгілейміз. Яғни АО ара қашықтығы қанша болса, О А1 ара қашықтығы да сонша болу керек. Сонда берілген А нүктесі О симметрия центрі болатындай, оған симметриялы нүктеміз А1 нүктесі. Сонда АО кесіндісі тең болады О А1 кесіндісіне. Келесі, АВ кесіндісін қарастырайық. АВ кесіндісі берілсін. Енді осы АВ кесіндісі кез келген О нүктесіне симметриялы болатындай А1, В1 кесіндісін салуымыз қажет. Ол үшін сызғыштың көмегімен А нүктесінен О нүктесін қосамыз, және ара қашықтығы қанша, сонша болатындай осы түзудің екінші жақ бөлігіне жалғастыра отырып, А1 кесіндісін ара қашықтығын саламыз. Яғни мына ара қашықтық пен мына ара қашықтық екеуі тең болу керек. Сонда мына ара қашықтық бізде А1 нүктесіне тең. Ал бізде О нүктесі мына аралықта орналасқан. Келесі, дәл осылай В нүктесі мен О нүктесін қоса отырып, осы ара қашықтыққа тең болатындай О В1 кесіндісін саламыз. Осы ара қашықтыққа тең болатындай ара қашықтықты өлшей отырып, осы ара қашықтыққа тең болатындай В1 нүктесін белгілейміз. Сонда А1 бен В1 нүктесін қосатын болсақ, берілген АВ кесіндісіне О нүктесіне қатысты симметриялы болатын кесіндіміз В1 А1 кесіндісі. Бұл жерде ереже бойынша АО-ның ұзындығы тең болу керек О А1 кесіндінің ұзындығына. Дәл солай ВО кесіндісінің ұзындығы тең болу керек О В1 кесіндінің ұзындығына. Сонда берілген О симметрия центрі арқылы АВ кесіндісіне симметриялы болатын А1 В1 фигурасын салдық. Келесі енді АБЦ үшбұрышын қарастырайық. Үшбұрышқа мен осы сызғыштың бойындағы бір үшбұрышты ала салайын. Мысалы, осы үшбұрышты белгілей салайын. АВЦ үшбұрышы болсын. АВЦ үшбұрышы. Бірақ О нүктесі ара қашықтығы мына нүктеде орналассын. Бұл бізде О нүктесі. Енді осы О нүктесіне центрлік симметрия болатындай АВЦ үшбұрышына симметриялы фигура А1 В1 С1 үшбұрышын салуымыз қажет. Ол үшін алдымен А нүктесі мен О нүктесінің ара қашықтығын есептей отырып, АО кесіндісінің ұзындығына тең болатындай О А1 нүктесін орналастырамыз. Сонда мына ара қашықтық қанша болса, мына ара қашықтықта сонша болатындай А1 нүктесін белгілейміз. Дәл осылай В нүктесінен О нүктесіне дейінгі ара қашықтықты қоса отырып, осы ара қашықтықты сақтай отырып, біз В1 нүктесін белгілейміз. Яғни мына ара қашықтық қанша болса, О В1 ара қашықтығы да сонша болуы қажет. Енді С нүктесін қосамыз. ОС ара қашықтығы қанша болса, ОС1 ара қашықтығы да соншаға тең болатындай. Бұл ара қашықтық тең болатындай С1 нүктесін белгілейміз. Пайда болған осы үш нүктені қосатын болсақ, сіздерде тор көзде анық көріну қажет.
Ал менде сәл болса да қиғасына шығып қалуы мүмкін. Сонда берілген О нүктесі арқылы симметриялы болатын АВС үшбұрышына А1, В1, С1 үшбұрышын алдық. Келесі енді симметрия центрі фигураның өзінде де орналасуы мүмкін. Мысалға, шеңберді қарастырсақ. Шеңберде О центрі, яғни осы шеңбердің бойындағы кез келген нүктеге симметрия центрі бола алады. Себебі мына ара қашықтық пен оның екінші жағындағы ара қашықтықтар бірдей болады. Олай болса, берілген шеңбердің О центрі де симметрия центрі бола алады. Яғни ОА ара қашықтығы мен ОВ ара қашықтықтары тең. С мен Д ара қашықтығы, ЕО мен ЕОФ ара қашықтықтары тең. Олай болса, шеңберде О нүктесі де симметрия центрі болып табыла алады. Ал кесіндіде симметриясы бар фигура бола алады. Мысалға, АВ кесіндісін қарастырайық. АВ кесіндісі. Егерде осы АВ кесіндісін сызғышпен өлшеп, оны дәл ортасынан бөлетін болсақ, ұзындығын өлшеп, дәл ортасынан бөлетін болсақ, дәл ортасындағы нүкте, ол О нүктесі болады да, АО ара қашықтығы мен ОВ ара қашықтығы тең болса, онда О нүктесі берілген А және В нүктесінің симметрия центрі болып табылады. Ал кез келген тіктөртбұрышты қарастыратын болсақ, тіктөртбұрышты АВС-ді тіктөртбұрышында қарама қарсы төбелерін қосатын болсақ, АВС-ді, ол бізде диагональдар деп аталатын, яғни диагональдары қосатын болсақ, АВД диагоналі бар және бізде АЦ диагоналі бар. Осы диагональдардың қиылысу нүктесі де О нүктесі, диагональдардың қиылысу нүктесі де симметрия центрі болып табылады. Себебі ВО ара қашықтығы қанша болса, ОД ара қашықтығы да сонша. Және тіктөртбұрыштың қарама қарсы қабырғалар тең болғандықтан, олардың диагональдардың ұзындықтары тең. Олай болса, тіктөртбұрыштың диагональдардың қиылысу нүктесі симметрия центрі болып табылады. Келесі координаталы жазықтықта А нүктесінің координатасы берілсін. Координатасында абсциссасы 3, ординатасы 5-ке тең. Осы нүктені О центрі арқылы оған симметриялы нүктенің координатасын табайық. Яғни координаталы жазықтық салып аламыз. Центр О нүктесі болатындай OX және OY. Яғни А нүктесінің координатасын белгілейміз. Абсциссасы 3-ке, ординатасы 5-ке тең нүкте. Сонда А нүктесі бізде координаталы жазықтықта бірінші шіректе орналасады. Ал енді осыған О нүктесі симметрия болғандықтан, А нүктесі мен О нүктесін қосамыз. Және О нүктесінің төменгі бөлігінде А нүктесіне симметриялы болатындай А1 нүктесін белгілейміз. Яғни бұл жерде А1 нүктесінің координатасы абсцисса мен ординатының мәндері қарама қарсы мән болу керек. Яғни бұл жерде А1 нүктесіндегі ординатасы -3-ке тең болады, ал ординатасы -5-ке тең болады. Сонда О нүктесіне қатысты орналасқан кез келген нүктенің координаталары берілген нүктенің таңбасы мен қарама қарсы таңбасы болады екен. Сонда О нүктесі симметрия центрі, А нүктесінің координатасына сәйкес А1 нүктесінің координатасы қарама қарсы таңбамен алынады. Біз сіздермен қарастырдық центрлік симметрия тақырыбын. Келесі кездескенше сау болыңдар.